Баршаңызға сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын оливье салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тұздалған қиярымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Мен 2-3 штук тұздалған қияр турадым. Сіздер салаттарыңыздың мөлшеріне қарай барлық мөлшерін көп немесе азырақ етіп қоссаңыздар болады. Сосын колбасамызды да дәл қиярымыздағыдай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Піскен жұмыртқамызды да 4 бұрышта етіп турап аламыз. Сосын картошкамыз бен сәбізімізді де 4 бұрыштап турап аламыз. Барлық заттарымызды турап болғаннан кейін жасыл бұршағымызды салып, дәміне қарай тұзымызды және майонезімізді салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.